Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен сондай дәмді салат әзірлейтін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, подписация кнопкасын басып қойсаңыз, керек қажетті заттарын описанияға қалдыратын боламын. Бізге қажетті заттар: қызанақ, болгар бұрышы, сарымсақ, сәбіз, пияз, баклажан, аскөк қажет болады. Мен барлығын осылай бөлшектерге бөліп дайындап қойдым. Енді барлығын ет тартқыштан өткізетін боламыз. Бірінші қызанағымызды, сосын болгар бұрышын өткізіп аламыз. Сәбізімізді, сарымсақты, пиязды тамаққа турағанда етіп турап қоямыз. Мен осылай баклажанды бірінші тұзды суға салып қоямын. Екі қайтара саламын, біріншісін осылай, екіншісін бөлшектеп турап, қайта тұзды суға салып қоямын. Қазанымызға майымызды құйып, пиязымызды жақсылап сары түске енгенге дейін қуырып аламын. Үстінен сәбізімізді салып, екеуін бірге араластырып, 10 минуттай қуыратын боламын. Осылай үлкен кастрюльге ауыстырдым мен. Осылай болгар бұрышын салып, екеуі бірге 7-8 минут қозғап қайнатамыз. Үстінен қызанағымызды құйып, бұлардың барлығын 30 минуттай қайнатып, үстінен баклажанымызды салатын боламыз. 15 минут 20 минут қайнатып, сарымсағымызды саламыз және аскөгімізді салып, екеуін 30 минут қайнатып, мен осындай әдемі дәмді салат болып шығады. Жауап берсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.